сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз қаймақтың пайдасы. Сиыр, қой, ешкі қатарлы жануарлардың сүтінен алынатын күрделі құрамды май. Сүтті пісілгеннен кейін оның бетіне пайда болатын қабыршақ қаймақ деп аталады. Жаңа сауған сүттің бетінде пайда болған қабыршақ кілегей деп аталады. Өңі ақшыл, сары түсті, хош иісті болады. Қасиетті, тәтті, дәмді, жылы райлы жылулық береді. Мүшелерді жұмсартып денені семіртеді, бөгеттерді ашады, тамақты майдаланып үнді ашады, құрғақ жөтелді тыяды, ішкі-сыртқы ісіктерді қайтарады. Қаймақтың ем болатын аурулары және істетілуі. Біріншісі, өз лайығында жесе өкпеге суық тиюге, көкірек пердесінің қабынуына көмекші дәрі ретінде істетіледі. Кеудедегі қақырықты босатады, жөтелді бәсеңдетеді. Екіншісі, қаймаққа немесе кілегейге шекерді молырақ қосып жесе несепті айдайды. Үшіншісі, қара қотырға, қабыршақтанған теміріткіге. Қотырға қаймақты немесе кілегейді жақса, қотырды босатып аузын ашады. Қайталай жақса жараның бетінде кілегей қабат пайда болып, жараларды микробтанудан сақтайды. Төртіншісі, қаймақ, кілегейді бал, мұз қантпен қосып жесе, ішек құрылуын, ішек ісігін қайтарады. Бесіншісі, отқа немесе қайнаған суға күйген күйіктің бетіне кілегей жақса, жақсы өнім береді. Алтыншысы, ақ жүректі талқандап, қаймаққа араластырып геморройға жақса, маңайына шыққан бөрткендерді жоғалтады. Жетіншісі, тауық көз ауруына 80-100 грамм қаймақты немесе кілегейді әр күні жесе көрнекті өнім береді. Істетілуі мөлшері 80-100 грамм. Басты құрамы: қаймақ кілегейдің құрамында май. Жаз, күз, қыс айларында көбірек, жазғытұрым азырақ болады. Белок: негізінен көзеин, глобулин, лактоза, сүт қанты, кальций, калий, фосфор дәрумені A, B, C, D қатарлары бар. Қаймақ кілегейді мөлшерден артық ұдайы тұтынғанда адамдардың тамаққа тәбеті төмендеп, іш өту пайда болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.